примерно 210 миллиондай болды. Ол кезде біз 2020 жылдары кәсіп бастап, жан-жақтан инвестиция привлекать етіп, сөйтіп сонда кездер болған бізде. Коронавирус басталып кетеді, біз стройкамен айналысамыз, сосын Дубайға барып машиналар алып келіп сатамыз дейміз. Сосын кассовый разрыв болмасын дейміз, соның бәріне ақша жинаймыз. Достарымыз бар, бір группа инвесторлары бар, солармен сөйлесеміз, сөйтіп жан-жақтан ақша жинап, инвестиция привлекать етіп жұмыс жасағанбыз. Әрине енді ол өзімнің есебім бойынша перспективада қайтатын ақша, себебі біздің алған қарыздарымыз үлкен болғанымен табысы да возврат инвестиция деген бар. Сөйтіп өзімізге прибыль аламыз ба деп жұмыс жасағанбыз. Бірақ түбінде алдын ала айтып кетейін, түбінде пайда көрген жоқпыз, сәл даже минуске кетіп қалдық, бірақ түгелдей қарызымызды жаптық. Оған 2 жылдай уақытымыз кетті, недвижимостьтер саттық, машиналарымызды саттық, сөйтіп бүкіл қарызымыздан құтылып, толықтай инвесторлардың дивидендтерін төлеп, сөйтіп проектімізді жауып, абыройымызды сақтағаннан бөлек абыройымызды одан сайын үлкейтіп алдық, сөйтіп қарызымыздан құтылып, удачно шығып кеттік проекттен. Енді әр адамның өзінің путтері болады. Бір адамдар бұндай ситуацияны көтере алмай қалуы мүмкін. Біреулер көтеріп дәл гүрлеп бизнесі дамып кетеді. Сол енді күнделіктегі шешім қабылдау. Мысалға біреулер айтады, может повезло шығар дейді бизнесте, может саған сондай кезде түсіп қалған шығарсың дегендей әңгімелер болады. Менің айтатыным, ол иллюзия, ол олай емес, себебі күнделікте бізде шешім қабылдау. Таңертең тұрған кезде солға орланба, оңға орланба. Ол жаққа жеткеннен кейін тағы да не істейміз? Солға орланба, оңға орланба деп сондай сұрақтар болады. Сол кезде шешім қабылдауға сенің күнделіктегі жинаған тәжірибең, опыт және білім, соның барлығы шешім қабылдау көмектеседі. Сондықтан кәсіпкерлік ол шешім қабылдау.